Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке. Бүгін осындай құрамында сүт қосылып жасалатын өте жұмсақ бауырсақтың рецептін көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен шай қасық дрожь, кейін 2 шай қасық шекерімізді салып, жылы суымызды құйып, жақсылап дрожжымызды ергенше араластырамыз. Кейін жылы сүтімізді немесе жылы суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. 2 ас қасық күнбағыс майын қосамыз. Және жақсылап араластырып, жайлап біртіндеп ұнымызды қосамыз. Яғни ұнның барлығын бірден қосып жібермейміз. Және ұнның үстінен 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Жақсылап барлығын араластырып аламыз. Бізде сұйық масса шығады. Кейін қалған ұнын қосып, жақсылап жұмсақ қылып қамыр илейміз. Сүт қосып жасаған бауырсақ пен су қосып жасалған бауырсақтың айырмашылығы тек жұмсақтығында болады. Сүтпен жасасаңыздар, сіздерде ертеңгі күнге дейін ол жұмсақ болады. Ал сумен жасасаңыздар, тек 1 күн қана өте жұмсақ болып тұрады. Ал енді қамырымыздың бетін жауып, 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Менде 1 сағаттай уақыт өтті. Енді бауырсағымызды жаюға кірісеміз. Жаятын жерімізге ұнымызды себелеп, қамырымызды сол күйінде орналастырып, жақсылап жайып аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан, қатты жұқа қылмаймыз. Орташа қалыңдықта турап аламыз. Сіздерге өздеріңізге ыңғайлы қылып турасаңыздар болады, 4 бұрышты қылып, немесе мен секілді баклажканың басын қайшымен қиып алып, дәл осылай дөңгелектеп жасап алсаңыздар болады. Ал енді бауырсақтарымызды тақтайға немесе басқа да бір ыдысқа қойып, жарты сағаттай көтерілуін күтеміз, яғни бетін матамен жауып қоямыз. Астына ұн немесе крахмал сепсеңіздер болады. Кейін қызып тұрған майда орта отта пісіріп аламыз. Міне біздің бауырсағымыз дайын болды. Ұнаса лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.